Сәлем достар, біз сіздермен кеңістіктегі түзу теңдеулер тақырыбынан алған есептерді шығардамыз. Бізге берілген ABCD пирамидасының 4 төбесінің координатасы берілген. Бізге осы пирамиданың VDC жазықтығының теңдеуін жазуымыз қажет. Алдымен 3 берілген нүкте арқылы өтетін жазықтықтың теңдеуін ескеру керек. Яғни бізге DBC жазықтығының теңдеуін жазуымыз қажет. 3 нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін ескерейік. Ол жерде D нүктесі бастапқы берілген D0, X0 нүктесі деп алайық. Сонда белгісіз бір нүктені M нүктесі осы жазықтыққа тиісті M нүктесі бар деп есептейік. Сонда DM векторының координатасы бізде M нүктесінің координатасы белгісіз, бірақ D нүктесінің координатасы белгілі. X алынған 1, Y алынған 5 және Z-ге тең. Ал келесі DV векторы мен DC векторының координаталарын таба аламыз. DV векторының координатасы. Онда V нүктесінен D нүктесінің координатасын азайтамыз. 0-ден аламыз 1-ді минус 1-ге. 7-ден аламыз 5-ті минус 2-ге, 2-ден аламыз 0-ді 2-ге тең. Енді DC векторының координатасы. DC векторының координатасы S нүктесінен D нүктесінің координатасын азайтамыз. 7-ден 1-ді 6, 0-ден 5-ті минус 5, 2-ден 0-ді 2. Олай болса, осы 3 вектор арқылы осы D, B, C нүктелер арқылы өтетін жазықтықтың теңдеуін жаза аламыз. X минус 1, Y минус 5 және Z. Екінші жолға DV векторының координатасы минус 1, минус 2, 2. Үшінші жолға DC векторының координатасы 6, минус 5, 2. Олай болса, алдымен бірінші жол бірінші бағандағы X минус 1-дің қиылысатын нүктелердің координатасын тапсақ. Минус 4, минус 4-тен азайтамыз минус 10-ды, плюс 6, көбейту 6. Келесі, бірінші жол екінші баған таңбасы минус болады. Қиылысында Y минус 5 қалады. Ал енді осының коэффициентін тапсақ. Минус 2 азайту 12, минус 14. Қосылған. Бірінші жол үшінші баған. Қиылысында тек Z қана. Z-дің коэффициентін тапсақ. Плюс 5, плюс 5-тен азайтамыз минус 12-ні. Сонда көбейтеміз минус 7-ге. Сонда көбейтіп ашсақ. 6x минус 6 плюс 14y. 2 минус плюс сыртындағы минус 20, 70. Минус 7z. Сонда тең болады. 6x плюс 14y минус 7z минус 6, минус 76. Минус 76 тең 0. Сонда бізде DVC жазықтығының теңдеуі DVC осы жазықтық 3 нүкте арқылы өтетін жазықтықтың теңдеуі 6x қосылған 14y минус 7z минус 76 тең болады 0-ге. Ал сіздер өздеріңіз қалған 3 нүкте арқылы өтетін осы пирамиданың жазықтықтарын табыңыздар. AVC жазықтығын, AVD және ACD жазықтықтың теңдеулерін өздеріңіз табыңыздар. Ал біз сіздермен кеңістіктегі түзу теңдеулер тақырыбынан алған есептерді шығардамыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.